Ой жаным, көрпе жасап жатырмын, құрақ көрпе. Үйретейін. Көрпені жасаға алдында жүн түтеді міне. Міне біздің жүніміз, қара. Жүнді бүйтіп түтеді, қара. Содан мына жүнді түтіп мұрнына дейін жеткізсем, біздің әжелеріміз айтты. Мұрнынан ақмычақ түседі деп. Жүнді түтіп болғаннан кейін, оны мынандай бидай шүберекке салады. Оны мен әзірлеп қауып қойдым. Сосын мына құрақтар, мынандай әдемі құрақ, түрлі түсті матадан, жібектен, мақпалдан құрайды, шыт матадан. Құрақ көрпе, ол құрау деген сөзден шыққан. Біздің қазақта ырым бар сондай. Бір бас екеу болсын, екі бас үшеу болсын деп жаңа отау иелеріне сыйлыққа берген. Жаңағы біздің құрағымыз осындай түрлі түсті матадан. Мынау қандай түс? Сары, жасыл, көк матадан құрап мен тігіп қойдым әзірлеп. Содан кейін қазір жаңа идеялармен жаңартылған құрақтар бар. Мынандай қошқар мүйіздеп, айналасын тігін машинамен тігіп, сондай әдемі қылып қояды. Мынандай міне бізде бар ғой, жинау тұр міне. Қазір біз дайындалған мынандай үлгімізді мына ненің ішіне саламыз, әзірлеп қойған көрпеміздің тұсына бүйтіп. Содан кейін көрпеміз дайын болып шыға келеді. Біздің әжелеріміз үйреткен менің әжем мені, мен сені үйретіп жатырмын. Ертең өскесін сен де осындай көрпе жасайсың ба? Үйретіп жатырмын, міне үйрену жаным. Үлкен болғанда үйретем, я. Бүгін сен не жасап үйрендің? Қандай көрпе? Мына, құрақ көрпе жасап үйренді осындай. Міне әдемі, саған ұнай ма?